Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті НУКС филиалында бүгінгі күнде күндізгі тәлім бағдарында жамы 572 талаба тәлім алып келмекте. Талабалардың іліми жұмыстарын шөлкемлестіру, іліми жұмыстарын әмелиятқа енгізу мақсатымызда филиалымыз тарапынан 4 дөңгелек шөлкемлестірілген. Сонан жас шаруалар дөңгелегіне 96 талаба, жас ветеринарлар дөңгелегіне 48 талаба, жас биохимиклар дөңгелегіне 36 талаба, һәмде шет тілі, яғни English Club дөңгелегіне 56 талаба қамтылған. Өзбекстан Республикасы жоғары білімлендіру, ілім һәм инновациялар министрлігі, һәмде Ұлықбек қоры фонды тарапынан шөлкемлестірілген Мырза Ұлықбек варыслары стартаплар таңлауында филиалымыз талабалары актив түрде қатынасып келмекте. Сонан 13 талабамыз Қарақалпақстан Республикасы қала һәм районлық басқышларында жеңімпаз болып, Ташкент қаласында республикалық басқышына жолданбаны қолға кірткен. Соның ішінен 6 талабамыз жеңімпаз болып, пұлды сыйлықтар берілген. Сондай-ақ бір талабамыз Тәжиімова Сарбиназ Data Science оқу бағдарламасы бойынша жеңімпаз болған, һәмде бір жылдық оқу курстарына қатынасу үшін жолданбаны қолға кірткен. Филиалда бүгінгі күнде Өзбекстан Республикасы президенті һәм атақлы мемлекеттік стипендиялар таңлауында 5 талабамыз жеңімпаз болған. Сондай-ақ бір талабамыз кәсіптік ауқамы тарапынан шөлкемлестірілген стипендият жеңімпазы болған. Филиалдың зерек талабалар мемлекеттік тарапынан Филиалдың 99 зерек талабалар республикалық пән олимпиадаларында қатынасқан, һәм 35 талабамыз жеңімпаз болған. Халықаралық Россия Федерациясының Солнечный свет интернет платформасындағы пән олимпиадаларында 65 талабамыз қатынасып, жеңімпаз болған. Сонымен бір қатарда 5 талабамыз бірлескен міндетлі шөлкемнің Аугрин жойбары есабынан Германия Федератив Республикасында қысқа мүддетлі тәжірибе алмасу бағдарламасында қатынасқан. Сонымен бір қатарда магистрантымыз Еркінбай Әзбергенов Қытай Халық Республикасының Тарим университеті менен меморандум тикарында таяныш докторантура PhD-ға оқуға қабыл етілді.